Ғарыштағы жұлдыздар мен галактикалар бізден өте алыс орналасқан. Олардың қашықтығын анықтау үшін арнайы әдістер қолданылады. Қашықтықты анықтаудың жаңа тәсілдері бірнеше әдістерге негізделеді. Олар әртүрлі қашықтықтағы нысандарды өлшеуге мүмкіндік береді. Параллакс әдісі жақын жұлдыздарға дейінгі қашықтықты анықтайды. Жұлдыздың көрінерлік орын ауыстыруы өлшенеді. Цефеид жұлдыздары жарықтығын белгілі заңдылықпен өзгершіп отырады. Осы қасиет арқылы олардың қашықтығы анықталады. Қызылығысу алыс галактикалардың бізден алыстауын көрсетеді. Бұл әдіс үлкен қашықтықтарды анықтауға қолданылады. Жұлдыздың қашықтығын формула арқылы есептеуге болады. Бұл формула көрінерлік және абсолют шамаларды байланыстырады. Бұл әдістер арқылы ғарыштың құрылымы зерттеледі. Астрономдар галактикалардың орналасуын анықтайды. Қашықтықты анықтау әдістері ғарышты түсінудің негізі болып табылады. Бұл білім бізге ғаламның құрылымын ашуға көмектеседі.